өмірдің жымын қағып әсерін аймаққа шашып тұр. Мұндай түндер майдан өмірінде сирек кездеседі. Мұндай әсемді, қоңыр желді түнде дүниенің өзі анағұрлым әсем көрінеді. Ал өзіңді күндегіден өзгеріп кеткендей сезінесің. Ұйқың келмейді. Я жеңіс күндерінің таяп келе жатқаныма, болмаса ойыма, өмірдің қызығына қолым қашан жетеді деген ызың-ызың ойлардың дедектеп келіп жатқаныма ұйқым келер емес. Міне, мен осындай жағдайдың үстінде отырмын. Ұйқының келуін саған осы кішкене хатты жазу арқылы тоспақшымын. Әрине, бұл өмір сүрудің хаты. Жастарды өз мақсатына жеткізудің хаты. Біздер сияқтылардың ұйқысын бөлетін хат. Ал Марияш, мен ұйықтадым. Бұл ұйқы мен үшін өте тәтті және бағалы. Өйткені осының алдында осы хатты саған жаздым. Үй ішіңе сәлем жолда, хат жазып тұр. Біз әлі өмірдегі еншімізге жеткен жоқпыз. Оған жететін күн алда жатыр. Осыны есіңде сақта.